Сәлеметсіздер ме, әңгімедар оқырмандары? Бүгінгі тақырып сіздермен өгей анам салған із атты. Өмір кейде бір тым қатал болып кететін секілді. Бұл әңгіменің кейіпкеріне өмірдің қатыгез болғаны соншама, әңгімені жазуға батылым жетпей қаншама уақыт жүрдім. Өмірдің дауылды соққысына мойымай бақытқа жету жолында қаншама азапқа төзгенін естігенде жүрегім сыздап қоя берді. Біреуді көріп пікір етесің, біреуді көріп шүкір етесің деген сөз осыдан қалса керекті. Бұл бейбақ қыздың тағдырын естіп өз күніме мың алғыс айтып көз жасымды бір сығып алдым. Мақсат қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Отбасында 2 ұл болса, кенжесі осы Мақсат. Мақсат жалғыз өзі келіншек Айнұр екеуі өз еліне оралып Алматы қаласына қоныстанды. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Тапқан табыстары ішіп-жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да бір-бірін көрмейтін кездері де болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда жұмыс істейтін, алып шақыр Алматыда ешбір таныс туысы жоқ болғандықтан қыдырып барар, көңіл сергітер ешбір жері жоқ. Екеуі де жұмыстан бас көтере алмайды. Солай күндер өте берді. Бәлкім айтсам өтіріктерсіз, алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9-шы айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң босанар уақытының жақындағанын ешкім аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қойды. Өзбекстаннан енесі келіп бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы осы күнге дейін жиған тергеннің бәрін жинап бір бөлмелі пәтерді сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілді еді. Алайда не себеп болғаны белгісіз, Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасына қатты жанжал болды. Айнұр 2 айлық сәбиі мен өлердей сүйген жарын тастап төркініне Өзбекстан еліне кетіп қалды. Соншама қиындықтан өтіп енді ғана бақытқа жеткенде Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстаннан анасы Зәуреш келіп немере қызына күтім жасап жүрді. Балам, бұлай болмайды. Бала тым кішкентай, оған анасының сүті қажет. Сен бармасаң біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоз-тоз болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар. Қызымды өзім өсіремін. Оған барушы болмаңыздар. Тым құрса не үшін кеткенін айтсаң қайтеді? Туған сәбиін тастап кететіндей Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтсаңшы? Мама, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анаңа солай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді жылы төсегімді тастап шекара асып келгендегі естіген алғысым осы ма? Қайырымсыз надан болыпсың. Міне қызың, ал кәне қара. Мама, мен негізі... Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай түс ауа үйден шығып кетті. Шекара асып түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргеніне жолдасқан таңданып қалды. Әй Зәуреш, неге түнделетіп жүрсің? Не болды саған? Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды. Сені үйден қуып шықты ма? Қуған жоқ. Оның әбіржүлі түрін қызына қараған сайын көзіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпады. Біз араласпасақ бұл мәселе шешілмейді. Балаң өзі не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын дейді ме? Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құдағидың алдынан өтіп келінді баламен табыстырайық. Келін байғұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасқан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып құдағиының үйіне барды. Алайда құдалары құшақ жая қарсы ала қоймады. Ұлдарының не бүлдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппады. Айнұр өз шешімін өзгертпейтінін нық сеніммен айтып ата-енесін шығарып салды. Жолдасқан үйіне жеткенше ашудан жарыла жаздап әрең шыдады. Жеткен бойда әйеліне бас салып ұрыса жөнелді. Балаң бізден жыраққа кетіп құтырайын деген екен. Оған берген тәрбиеміз ауаға ұшқаны ма? Оның ісін дұрыс демеймін, алайда ол біздің баламыз. Оның ендігі өмірі не болмақ? Кіп-кішкентай сәби анасы қалай өмір сүреді? Мен оған ескерттім емес пе? Кетпе дедім. Ол мені тыңдамай кетті. Ал ендеше өз қолымен жасаған қиындығымен өзі алсын. Оған бармайсың. Оның атына атама.
иттей болып өз аяғымен қайтып келеді. Ойбай-ай, жарық дүниеге енді ғана келген сәбидің күйі не болмақ? Балаң ол қызға қарай алады дейсің бе? Бармайсың дедім, бітті. Зәуре шикі оттың арасында қалғандай. Кетейін десе жолдасының ит мінезінен қорқады. Не істерін білмей әбігерге түсті. Әйелінің келмейтініне көзі жетіп тұрса да үмітсіз шайтан демекші анасынан бір хабар күтіп, мақсат жол қарап жүрді. Бір шама уақыт өткен соң үмітін үзіп қызы үшін ес жиып тіршіліктің қамына кірісті. Мен ешкімнің көмегіне зәру емеспін, қызымды өзім-ақ өсіріп аламын деп намысын бір қайрап алды. Әйтсе де жаңа туылған сәбиге қарау еркек адам үшін оңайға соқпасы анық. Екеуінің күн көрісі үшін жұмыс істемесе тағы болмайды. Бірге істеген жолдастары арқылы тұрмыстан қайтқан бір әйелді тапты. Есімі Гүлмира. Жасы мақсатпен тетелес екен. Екеуі кездесіп бірден келісімге келіп, екі жарты бір бүтінге айналды. Гүлмира кіп-кішкентай шырайлымға тез-ақ бауыр басып қалды. Мақсат әке-шеше, туғандарынан ешбір қолдау күтпей, оларға еш ескертусіз осылайша өзі жаңа өмір бастап еді. Бұл хабар шекара асып әкесінің құлағына жеткенде, жолдасқан ұлының бұл әрекетін ақтауға еш негіз таппай, бір жолата өз ұлынан бас тартты. Әкесі, сен де түсінсеңші енді, ол жалғыз өзі қайтсын байғұс. Мені жібер дедім, жібермедің. Жаңа туылған қыз балаға қарау оңай деймісің? Оны жақтаушы болма. Мен оны осылай әр қатынның етегін ұстап кетсін деп өсірдім бе? Тым құрысы алдыма келіп бір ауыз рұқсат сұраса қайтер еді? Ол тайраңдап жүреді екен, ал біз мұнда оның кесірінен ұяттан жерге кірердей болып жүреді екенбіз ғой. Солай ма? Ақыры бізді керек етпей өзі шешім қабылдап, өзімен өзі өмір сүреді екен. Демек менің де ондай балам жоқ. Бұдан былай бірде біреуің оның атында атаушы болмаңдар. Жолдасқан осылай өз шешімін айтты. Оның екі сөйлемейтінін, алған бетінен қайтпайтынын бәрі жақсы біледі. Зәуре жолының жолына термілумен күн өткізіп сарыуайымға салынып жүр. Ана жүрегі баласы үшін шыр-пыр болып жанын қоярға жай таппай жүр. Ауылдың бәрі түгел Мақсаттың туған еліне барып мүлдем басқа адамға айналғанын айтып өсек етуде. Бұл сөздер жолдасқанның баласына деген ашу-ызасын одан сайын қоздыра түсуде. Осылайша әке-шеше мен туған перзенттің жолы екіге айырылды. Гүлмира туған анасы бас тартқан шырайлым қызға жақсы күтім жасап жүрді. Мақсаттың қызына қарауға шамасы жоқ. Бірнеше жерде жұмыс істеп жүр. Осылай жылдар өте шықты. Шырайлым 3 жастан асты. Тәлі-тәтті, өзі сүйкімді қыз болып өсіп келеді. Өзі тынымсыз әр нәрсені бір сұрап Гүлмираға маза бермейді. Екеуі таңнан кешке дейін 4 қабырғаның ішінен шықпайды. Гүлмира асыранды қызын сыртқа алып шығудан үнемі қашқақтап жүреді. Шырайлым тынымсыздығынан 4-5 жасқа жеткенше талай отқа күйіп суға батты. 5 жасқа толса да тілінде кемістік бар. Тым тұйық болып, үнемі екі қолмен құлағын жауып отыратын әдет шығарды. Ал Мақсаттың ештеңемен шаруасы жоқ. Тек ақша тауып әйелі мен қызын керек жарағымен қамтамасыз етіп жүргеніне шүкір етіп күн өтуде. Жұмыстан шаршап сілесі қатып келеді. Әкесін көрген бойда алдынан жүгіре шығып, мойнына асылып қатты құшақтаған қызына көңіл бөлетін әке жоқ. Керісінше, үнемі кеудесінен итеріп жібереді. Міне, тағы да бүгін Мақсат кірген бойда шырайлым алдынан жүгіре шығып мойнына асылды. Қатты құшақтағаны сонша тіпті әкесін тұншықтыра жаздады. Қызым, сенің мұның не? Шырайлым, кел қызым, маған келе ғой. Әкең жұмыстан шаршап келді. Кәне, маған келші, сен өзім көтеремін. Әке, шырайлы қызым қырсықпа. Гүлмира өгей қыздың әкесінен күшпен әрең ажыратып алды. Балалар бөлмесіне апарып біраз уақыт ойнатып, жуынып-шайынып болған күйеуіне ас ауқатын берді. Күндер осылай өте берді. Әке мен қызының арасы тым суық. Гүлмира екеуінің бірге уақыт өткізуіне үнемі кедергі келтіріп, түрлі сылтау іздеп табатынды шығарды. Шырайлым 7 жасқа толып мектепке бара бастады. Үнемі Гүлмира оны ертіп жүретін. Оң мен солын ажыратып есін білген қыз өзінің туған анасы санап айтқанын екі етпей орындап жүрген әйелдің өгей анасы екенін білді. Бірге оқитын сыныптастары мазақ етіп, сен тастандысың, сен анаң тастап кеткен демегенде тіпті білмей жүре беруші еді. Сол күні қыз байғұстың жүрегіне қандай салмақ түскенін кім білсін. Сол күні оны мектептен алып кетуге Гүлмира келген болатын, бірақ оны мектептен таба алмады. Мұғалімі оның әлде қашан кетіп қалғанын айтты. Гүлмира есі шыға жаздап бүкіл жерден іздей бастады. Жүгіре жүріп көшелерді аралап қызын тапты әйтеуір. Қызын сүйрелеп дереу үйіне қарай бет алды. Қыз байғұс шырылдап жылап келеді.
Үйіне кіргізген бойда қызын төмпештеп ұра бастады. Сен менен қашып кетпек болдың ба? Жібер мені. Сен менің анам емессің. Мен сені тыңдамаймын. Солай де, ендеше мен кіммін сонда? Менің анам неге жаман? Ол мені неге қинай береді деп жүрсем, сен мені тумаған екенсің ғой. Мен сені жек көрем. Мен саған мені жақсы көр дедім бе? Сені туған анаң керек етпегенде мен сені неге керек етуім керек еді? Сен ешкімге керегі жоқ, сұрауы жоқ бейшарасың. Әкем мені жақсы көреді. Әкем осыдан келсін, мен бәрін айтып беремін. Айтсаң өлесің. Мен сенің өз ажалыңмен өлгеніңді қалап едім. Бірақ айтар болсаң ажалың менен болады. Бәрібір айтамын. Гүлмира өзінің не істеп не қойып жатқанын сезіне алар емес. Ақылынан адасқан адам секілді. Газды жағып бауырсақ пісіретін ыдысын алып май құйып отқа қойды. Бір қолымен қыздың қолын қысып ұстап алған. Шырылдап көмек сұрап жылаған қыздың дауысын еститін тірі жан жоқ. Ешбір аяусыз қызып тұрған майды қыздың иығына бастап құйып жіберді. Сол кездегі бұл кішкентай қыздың қалай қиналғанын көз алдыма елестетсем, жүрегім тарсылдап аузыма тығылады. Артынша жанашыр ананың кейпін еніп қызға көмек көрсетіп, неше түрлі жақпа майлар жағып әуре сарсаңға салынды. Күйген жарасын таңып ұйықтатып, дәрі беріп, Мақсат келгенше ұйықтатып тастады. Мақсат жұмыстан келген бойда бет-аузы ісіп кеткен әйелін көріп зәресі қалмады. Гүлмира, саған не болған? Сен жылағансың ба? Мақсат, кешірші мені. Не болған айтсаңшы? Мен Шырайлымға бауырсақ пісіріп жатқанмын. Мен де көмектесемін деп қоймаған соң рұқсат беріп едім. Содан ол ыстық майды үстіне аударып алды. Не дейсің, қатты күйді ме? Я, кешірші мені. Мен саған не айттым? Мен саған тек қызыма қарасаң болды дедім емес пе? Осы күнге дейін қызым не көрмеді? Біресе жоғарыдан құлады, біресе суған тұншықты, енді міне майға күйді. Бір балаға дұрыстап қарай алмайтын неткен адамсың? Мақсат әйелін әбден ұрсып, ұйқыда жатқан қызынан кешірім сұрап бір жылап алды. Оның осылай қорлық көріп жүргеніне өзін кінәлі сезініп, айыбын өтеуге кірісті. Жұмысынан сұранып бірнеше күн бойы қызына уақытын арнады. Әбден шошып қалған қыз әкесіне тек өлім жайлы сұрақ қоя бастады. Әке, адам өлген соң не істейді? Өлген адам қайтып бұл өмірге келеді ме? Өлген соң сөйлей алады ма? Осы сынды сұрақтар қоя берді. Мақсат қаншама рет не үшін бұлай сұрай беретін білуге тырысса да, Шырайлым үн қатпады. Қызымен өткен әр сағат оның күмәнін арттыра түсуде. Бірнеше күнге әйелін төркінге жіберді. Қызын өзі шомылдырып жатқанда денесінің сау жері қалмағанын байқап, ашу-ызадан жарыла жаздады. Басын қабырғаға соғып, бар даусымен айқайлап алды. Қызын құшақтайып отырып еңіреп жылады. Қызым, кешірші мені, құлыным, мені кешір. Сенің осыншама азабыңды көрмей соқыр болып келгеніме кешірші. Маған бәрін айтшы қызым, ол саған не істеді? Әке, ол мені өлтіретінін айтқан. Саған ештеңе айтқым келмейді. Шырайлым, осы күнге дейін басынан кешкен азаптардың есінде қалғанын ғана айтып берді. Мақсат қызын құшақтап өкіріп жылап алды. Өзінің нәпсісі құмарлығының кесірінен қызының жапа шеккеніне төзе алмады. Өткен өмірі көз алдынан таспа секілді тізіліп өте берді. Айнұр екеуі ұялу үшін күндіз-түні жұмыс істеп жүрген кез. Тіпті екеуі бірін-бірі көрмейтін күндер де болатын. Өз баспаналарында бақытты болуды армандаушы еді. Алайда Мақсат өз нәпсісін тежей алмады. Жаңа үйленген жас жігіт әйелмен бірнеше күн бір төсекте жатпағандықтан құмары қысып жезөкшелерге баруды әдетке айналдырады. Әрине, мұны әйелінен жасыру үшін барын салып жүрді. Құрсағындағы жүктілігі соңғы айына жетсе де Айнұр жұмыс басты болып емханаға еш уақытында бармайтын. Ешбір сараптаманы дұрыс тапсырған емес. Сәбиі шатына тығылып жүргенде ертең перзентханаға кіргізбей қояды деп медбикелер Мақсат екеуін күштеп жүріп ВИЧ-ке сараптама тапсыртады. Араға 1-2 күн салып Айнұр қызы Шырайлымды босанып бақыттан бал-бұл жайнап жүрді. Қырқынан шыққан соң қызын тексертуге емханаға барғанда Мақсаттың сараптамасы ВИЧ-тің оң нәтижесі көрсеткені және де бұл ауру қызы мен өзіне де жұққан болуы мүмкін екенін ескертіп, қайта сараптамадан өтуін сұрайды. Міне, сол сәтте шындықтың беті ашылып, Мақсат өз аузымен жезөкшелерге баратынын мойындап, әйелінен кешірім сұрайды. Алайда Айнұр күйеуін кешіре алмай, маған ауру күйеу мен қыздың қажеті жоқ деп екеуінен де бас тартып кетіп қалады. Өйткені медбикелер
көме дейді түйедей етіп медицинадан еш хабары жоқ жас ананы әбден шошытқан болатын. Өмір бойы ауру адамға қараймын деп қорықса керек, Айнұр бірден қаша қалды. Кейіне сараптама нәтижесі шырайлымда ешбір ВИЧ-тің жоқ екенін көрсетті. Бірақ Айнұр күйеуінің опасыздығын кешіре алмады. Мақсат Гүлмираны әйел етіп алған жоқ. Әу баста екеуінің арасында келісім болды. Оның міндеті тек шырайлымға қарау ғана болатын. Гүлмираның кіп-кішкентай қызға неге мұншама қатыгездік көрсеткен ол еш түсіне алмады. Оны іздеп барып үйінен таба алмады. Үстінен арыз жазғанмен еш нәтиже болмады. Қанша талпынса да таба алар емес. Бұл оқиғадан хабардар болған жолдасқан ақыры әйелін ұлының қасына жіберді. Зәуреш немере қызының аянышты түрін көріп көз жасын бір сығып алды. Біраз уақыт көмектесіп ауылдан Мақсатқа лайық жар тапқанын естіген бойда ұлын әзер көндіріп Өзбекстанға алып келді. Сол жақта Мақсатты үйлендіріп, шариғат бойынша неке қидырып, жас жұбайларды Қазақстанға қайта жіберді. Алғашында тек қызына ана керек болған соң ғана үйленуге келіскен болатын. Иманы мен ақылы көркіне сай Салима әке мен қызының жүрегінен орын ала білді. Алайда шырайлымның қолында өгей анасы салған із мәңгілікке қалып қоя берді.